Шымдыгы күнімізде пандемия себебінден әрбір инсан өз сағлығына мұқай толмақ керектір. Ве ашламаларны кечіп, QR-кодны алмалыдыр. Әрбір хастаханеде ве ашылама пунктында сертификат берелер. Бүгін есе бұл сертификатны сізге оңайтлы олған шекілде yapmaq мүмкін. Оларны алмақ үшін нелер yapmaq лазым? Кағыттаки сертификатны алмақ үшін МФЦ муэссесіне бармақ мүмкін ве бұл бедавадыр. Русияның бүтін регионларында бұны yapmaq мүмкін. Сіз өзіңіз бармақ керексіңіз. Документлерден паспорт ве снилсының номерасы керек олacak. Аризаны мында да толдыралар. Çok функциональ мерkezinin мутихасысы электрон сертификатны QR-коднен берабер кағытқа чықарыр. Хатırlatmaq isteymiz ki ноябрьнің 8-ден сертификатның яны шекілі чықты. Вео бүтін Русияда ишлей. Весиқа рус, де инглиз тілінде толдырыла. Бұндан да қайры кағыттаки сертификатта код үшін ер айрылған. Веоны уч усулнен алмақ мүмкін. Біріншіден ашыламаны кечмеледір. Sonra QR-кодны алмақ мүмкін ве о бір елға беріле. Екінші вариант бұл ковид хасталығы тастықланған ве ресми шекілде хастаханелерге мұражат еткенлерге QR-код ярым елға беріле. Üçüncüsü ise bu PCR-тестер. Оны кечсеңіз ве о менфи олса, böyle сертификат 72 saat devamında işley. Şimdi bu variant çalışa, lakin sonra sertifikatını tek aşılamanı geçken, resmi olarak tedavilengen ve metatvot olgan insanlar için verilecek. Böyle variantlarla siz sertifikatını alabilirsiniz. O'zingizga muqayt olunuz.